Қызыл телпек. Бұрынғы өткен заманда бір қыз болыпты. Анасы оны өте жақсы көреді екен. Әжесінің де ең сүйікті немересі еді. Бірде әжесі немересінің туылған күніне қызыл телпек сыйлайды. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері көршілері кішкентай қызды қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні анасы бәліш пісіріп, қызына: «Қызым, мына бәлішпен бір құты майды әжеңе апарып, қал жағдай біліп қайт» дейді. Қызыл телпек: «Жарайды, анашым, апарып келемін» деп бәліш пен май салынған себетті алады. Анасының сөзіне кетпейтін қызыл телпек әжесіне барады. Оған әжесі тұратын ауылға бару үшін орман арқылы өтуге тура келеді. Қызыл телпек орманда жалғыз жүрудің қаншалықты қауіпті екенін де білмейді. Сондықтан ол өлең айтып, гүл теріп, асықпай жүреді. Бір кезде орманның ішімен келе жатқан қыздың алдынан бір қасқыр шыға келеді. «Қызыл телпек, сен қайда бара жатырсың?» деп сұрайды. Қызды жегісі келген қасқыр: «Мен әжемнің үйіне барамын. Оған анамның пісірген бәлішін және бір құты май алып бара жатырмын» дейді. Қызыл телпек қасқырдың жаман пиғылын бейхабар еді. «Ал әжең қайда тұрады?» деп сұрайды қасқыр. «Әжем бе? Ол орманның ар жағындағы ауылда, ауыл шетіндегі диірменнің жанындағы бірінші үйде тұрады» деп қызыл телпек қасқырға әжесінің тұратын жеріне дейін айтып береді. Бұл кезде жақын маңда отыншылар ағаш кесіп жатқан болатын. Қасқыр сол отыншылардың дауысын естіп, қызға тиіспейді. Қызыл телпектің әжесінің тұратын жерін біліп алған қасқыр алдымен әжесін жемек болады. «Жарайды, мен де сенімен бірге сол ауылға барып, әжеңнің жағдайын сұрап қайтайын. Кел екеуміз жарысайық. Әжеңе қайсымыз бірінші жетер екенбіз? Сен мына жолмен бар, мен ана жолмен жүремін» деп қасқыр өзіне ауылға тез баратын жолды таңдап алады. Қасқырдың ұсынысына келіскен қыз ұзақ жүретін жолға түседі. Ол жол жөнекей асықпай гүл теріп барады. Ал қасқыр алды-артына қарамай тура ауылға тездетіп бет алады. Қызыл телпектің әжесінің үйіне осылай ерте жеткен ол есікті қағады. «Тоқ, бұл кім?» деп сұрайды әжесі. Қасқыр дауысын жіңішкелетіп: «Әже, бұл мен ғой, немере қызың қызыл телпек. Мен сізге қонаққа келдім. Анамның пісірген бәліші мен бір құты майын ала келдім» дейді. Бұл кезде ауырып төсек тартып жатқан әжесі шынымен немерем келген екен деп ойлайды. «Айналайын қызым, тұтқаның жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады» деп дауыстайды. Қасқыр жіпті тартып қалады. Сол кезде есік ашылады. 3 күн аш жүрген қасқыр баса көктеп кіріп келеді. Ашқарақтанып бірден әжейді бас салады да бүтіндей жұта салады. Содан соң есікті жауып, басына әжейдің қалпағын киіп, көзіне көзілдірігін тағып, төсегінде жатады да қыздың келуін күтеді. Сәлден соң есікті қызыл телпек қағады. «Тоқ, бұл кім?» дейді жуан дауыспен. Тойып алған қасқыр. Қыз гүрілдеген дауысты естіп қорқып кетеді. Артынша әжем суық тиіп дауысы содан өзгерген болар деп ойлайды. «Бұл мен сіздің немереңіз қызыл телпекпін. Мені сізге анам жіберді. Бәлішпен бір құты май алып келдім». Қасқыр дауысын өзгерте қойып жіңішке дауыспен: «Тұтқаның жанындағы жіпті тарта ғой, сонда есік ашылады» дейді. Қыз жіпті тартады. Сонда есік ашылып, қыз үйге кіреді. Көрпені бүркеніп жатып алған қасқыр оған: «Қызым, себетті столдың үстіне қойып, өзің менің қасыма кел» дейді. Қызыл телпек қолындағыларын үстелдің үстіне қойып,
қасқырдың жанына жақындайды. Қасқыр жолдан шаршаған боларсың, қасыма кел жата ғой дейді. Әжем деп ойлаған қызыл телпек қасқырдың жанына жатады да, әже, сіздің қолыңыз неге үлкен деп сұрайды. Сені қатты құшағыма басу үшін қызым. Әже, құлағыңыз неге сондай үлкен? Сені жақсы есту үшін. Әже, көзіңіз неге үлкен? Сені жақсы көру үшін қызым. Әже, түсіңіз неге сондай үлкен? Сені тезірек жеу үшін деп қызыл телпекке бас салып, аяғындағы кебісі қызыл телпегімен бірге жұта салады. Байғұс қыз айқайлап та үлгермейді, бірақ бақытына қарай дәл осы сәтте үйдің қасынан бір отыншы өтіп бара жатқан еді. Отыншы қасқырдың даусын естіп үйдің терезесінен қарайды. Үй ішінде төсекте орнынан қозғала алмай жатқан қасқырды көреді. Оның қампиған қарнына қарап не болғанын түсіне қояды. Отыншы жыртқышты ұстап алып қарнын жарып жібереді. Қасқырдың ішінен қызыл телпек пен әжесі дін аман шыға келеді. Отыншы қасқырдың қарнын тігіп бос қоя береді. Қызыл телпек пен әжесі отыншыға алғыстарын білдіреді. Әжесі шай қойып, немересі әкелген бәліштерді себеттен шығарып, дастархан жаяды. Сөйтіп үшеуі жақсылап тұрып шай ішеді. Әңгіме дүкен құрады. Қасқырдың сыбағасын қалай бергендерін айтып мәз болады.